Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін сіздерге осындай дәмді әрі ерекше болып шығатын, сондай-ақ мерекелік дастарханның көркін келтіретін осындай шишка печеньелерінің дайындалу рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ыдысқа бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз, кейін оған қант ұнтағын қосып, екі масса біріккенше араластырамыз. Кішкене ғана тұз қосып жібереміз. Кейін сұйық майды және бір жұмыртқаны қосып, барлығын біріктіріп аламыз. Бөлек ыдыста какао мен разрыхлительді араластырып, осыны біздің сұйық массамызға қосып араластыратын боламыз. Және соңында ұнымызды 2-3 бөлікпен қоса отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Алғашында осылай венчикпен араластырамыз, кейін барлық ұнды салғаннан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайды, тура видеода көрсетілгендей, өте қолдануға ыңғайлы. Осы қамырды 1/16 бөлікке бөліп аламыз және әрқайсысына шишканың формасын шығаратын боламыз. Осылай әр бөлікті домалақ етіп аламыз, кейін оны қолымызбен кішкене басып, үстіне шишканың узорын шығару үшін осылай пышақтың теріс жағымен дәл видеода көрсетілгендей узор жасаймыз. Және соңында қолымызбен шишканың формасын келтіріп, пергаментке орналастырамыз. Және бұл жерде қамырды қатты қолмен басудың қажеті жоқ. Яғни жұқа шишка болып қалмасын десеңіздер, осылай үстінен кішкене ғана басып, кейін пышақпен узор жасап аласыздар. Печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. 15 минуттан артық қоймаңыздар, себебі печеньелер күйіп кетуі мүмкін. Егер шоколадты, оның ішінде темный шоколадты жақсы көретін болсаңыздар, дәл осы печенье сол шоколадтың орнын баса алады деп айта аламын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Піскеннен кейін печеньелер суытып аламыз және суығаннан кейін үстіне сахарный пудра сеуіп дастарханға ұсынамыз. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.